Салам алейкум. Бүгін трапеция дейді. Трап. Бұл жерде желкені өсіру үшін жаттығуларды жасап көрсетемін. Әр видеода бір жаттығу көрсетемін. Мысал үшін бүгін гантельді көтереміз. Гантель примерно бір 5 килолық алып көрсете салайын мен дұрыс көрсету үшін. Сіздер өздеріңізге тиімді салмақты көтересіздер. Мысал үшін 5 килограммды галтелде бұлай ұстайсыздар, тегіс алда бұлай көтереміз. Және де простой көтермейміз. Желкеге беріп, желкеге сезініп көтереміз. Желкеге сезініп, қолды бұлай түзу ұстап көтереміз. Сол кезде бұлай желкеге ұрылады. Салмақты біреулер көбірек алады. Бұлай лақтырдың керегі жоқ. Сіз залға келген кезде денсаулықтарыңызды жақсартып, және де дене шығарғыларыңыз келеді, мысал үшін. Сол үшін өздеріңізге сай салмақты белгілеп білу керек. Мүмкіндігінше ауыррақ көтеру керек, бірақ ауыр болғанда өте ауыр болып бұлай сілкіп қайтар кезде өздеріңіз полный контроль жасап, толықтай өздеріңіз контроль жасап, бұда түсірсеңіз дұрыс болады. Ал егерде әрең көтердіңізді, бұлай өзін салмағын тастай саған, просто қолыңызды әліп тұрған болмайды. Темір сізді контроль жасамау керек, сіз темірге контроль жасау керексіз ғой, жалпы айтқанда. Түсінікті ғой, дәл осылай. Штангымен де көрсетіп жібере салайын. Екеуі де бір жаттығу. Бірақ штангының грифімен істегеннің айырмашылығы гантельдермен штангыда баланс болады, ровно көтересіздер. Бастапқыда осы штангымен істеп, мысалға 2-3 ай штангымен істесеңіздер, кейін уже гантельді қоссаңыздар, штанга гантельді араластырып істесеңіздер болады. Неге гантельді істеу керек? Гантельмен істесеңіздер, жеке істейсіздер ғой. Сол кезде жеке өз бетімен де жұмыс істейтін әсер береді, оның да өз тиімділігі бар. Штангымен көрсетіп жіберейін қазір. Штанганы ұстаған кезде әрқашанда өзіңді көрсетіп жібейші. Әртүрлі штангыде әртүрлі болады енді, бірақ дәл мынада бар, мына жерінде бар, мына жерлерінде бар. Осы белгіге қарап ровно ұстасаңыздар болады. Мысалы үшін мен көбінесе мынау ғой, осылай ұстаймын. Немесе былай екі елі тастаймын дағына, келесіден ұстаймын. Или былайынан ұстаймын да, былай ұстаймын деген сияқты. Немесе мынадан есепке алып, екі елі тастап, былай ұстаймын деген сияқты. Әркім өзінің иығының жалпақтығына, сүйегінің ірілігіне байланысты ғой енді. Жасына қарап, орындалатын тапсырмаларға қарап. Мысалы үшін мен нақты қылып мынаған ұстайсылайын да, сіздерге көрсетейін енді. Желке істеу үшін штангымен. Мен простой бос күйінде көтеріп жатырмын, бірақ сіздер өздеріңізге салмақ қоса бересіздер ғой. Ешқандай қиындық жоқ. Бұлай лақтырып, бұлай өзін тастап жіберіп, олай керек емес. Ауыр салмақты олай істей алмасаңыз керек емес. Босынан бастағаныңыз, аз салмақ қосыңыз жан-жағына деген сияқты. Темірді сіз басқару керексіз, сізді темір басқармау керек. Сол кезде дене шығады. Және зияны болмайды. Жақсы болыңыздар.